Кешегі күннің естелігіне айналғанына 25 жыл. Бүгін біздің ардақты атанамыз Рахманқұлдың ұлы Дайырбек пен Сырманның қызы Зариятты еске алатын күн. Олар бұл фәниден бақиға аттанғанымен, артында өшпес із, өлмес өнеге қалдырды. Біз бүгін олардың рухына құран бағыштап, артында қалған ұрпағына аманатын жеткізу үшін бас қостық. Уақыт алға озғанымен, олардың бейнесі, жылы жүзі, жүрекке ұялаған сөздері мәңгі есте. Олар тар заманда дүниеге келіп, тағдырдың талай сынағынан сүрінбей өткен жандар. Әкеміз Дайырбек ерте жетім қалып, 14 жасқа дейін анасының, одан кейін ағасы Дүйсенбектің қамқорлығында ер жетті. Жастайынан еңбекқор, адал, уәдеге берік, мәрт азамат болып қалыптасты. Анамыз Зарият сабырдың, қарапайымдылық пен мейірімнің көрінісі еді. Сол қиын кезеңдер олардың мінезін шыңдап, рухын бекемдеді. Жастық шақтары Мәскеу қаласында білім алумен өтті. Әкеміз Тимирязев атындағы ауыл шаруашылық академиясында гидромелиорация мамандығы бойынша, анамыз Мәскеу мемлекеттік мәдениет институтында орыс тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша білім алды. Мәскеуде танысып, тағдыр тоғысып, оқуларын тәмамдаған соң, туған жерге оралып, елге адал еңбек етті. Екеуі отау көтеріп, бірлігі мен берекесі жарасқан шаңырақ құрды. Әкеміз Дайырбек халқы қадірлеген, сөзі өтімді, ісіне мығым азамат болды. Еңбек жолын Победа совхозында бас инженер болып бастап, передаем сообщение правительственной комиссии о предстоящем проведении взрывных работ в урочище Медео. Единый порыв рабочих Урала и Темиртау, строителей Алма-Аты, ученых Москвы и Сибири, воинов советской армии, тысяч людей разных профессий, различных национальностей, ставших плечом к плечу на защиту столицы Казахстана. Кейін Алматы қаласындағы Казтелезащита мекемесіне шақыртылып, қызметін жалғастырды. Медеу шатқалындағы селден қорғайтын бөгенді пайдалануға қабылдауға қатысқан алғашқы инженерлердің бірі болды. Весновка өзеніндегі бөген құрылысына да белсене араласты. Биік таулы аймақтарда жылдар бойы қызмет атқарып, мариналық көлдерді зерттеу кезінде денсаулығына нұқсан келді. Содан соң денсаулығына байланысты техникалық мамандар даярлайтын оқу орнында ұстаздық етіп, еңбек жолын ағарту министрлігінде аяқтады. Ал анамыз Зарият нағыз шаңырақтың ұйытқысы еді. Институттан кейін мектепте орыс тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ беріп, кейін Алматыға қоныс аударған соң өмірін бала тәрбиесіне арнады. Добрый город мой, сердцу ты навек, дорог как человек. Я все помню наизусть, с кем учился, где играл. Солнце и дожди, и любовь, и грусть здесь впервые узнал. Понял здесь, что ты для меня навек
дорог как человек. Алты баласының әрқайсысына сүйіспеншілікпен қарап, ұлтқа, ұрпаққа пайдалы азамат етіп тәрбиеледі. Бүгінде олар тәрбиелеген 6 баласы елге абыройлы, жұртына сыйлы азаматтар. Арты 14 немере, 12 шөбере. Немерелері үшін ата мен әже даналықтың, мейірім мен махаббаттың символы. Олардың жүрекке құйған өсиеті, артында қалдырған өнегесі ұрпағының жолын жарық етіп келеді. Әрқайсымыз олардың жылуын, сөзін, аманатын жүрегімізде сақтап келеміз. Адамның өмірі артында қалған ұрпағымен жалғасады. Бүгінде әкеміз бен анамыздың шаңырағы өсіп өркендеп, ұрпағы көбейіп отыр. Бұл сол кісілердің адал еңбегінің, тектілігінің жемісі. Қазақта ата бабасын сыйлаған ел азбайды деген дана сөз бар. Біз осы өсиетті ұстанып, ата баба рухын ардақтап, аманатқа адал болуға тиіспіз. 25 жыл аз уақыт емес. Бірақ жүрек түкпірінде олар әлі де тірі секілді. Фотосуреттен күлімдеген жүзін көріп, құлақта қалған дауысын естіп тұрғандаймыз. Бүгінгі ас пен бағышталған Құранның сауабы ардақты әке шешеміздің рухына жетсін деп тілейміз. Алла тағала оларды рахмына бөліп, жәннаттың төрінен орын бергей. Олар бізге ұлы мұра қалдырды. Ол мейірім, адалдық, татулық пен береке. Біз сол ұлы тұлғалардың ұрпағы екенімізді мақтан етеміз. Олардың есімі ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, жүректерде мәңгі сақталары сөзсіз. Жарық жұлдыздай жарқырап өткен әкеміз Дайырбек 1941-2001 және анамыз Зарият 1940-2002 жылдары өмір сүрді. Олардың өмірден өткеніне 25 жыл. Жандары жәннатта болғай. Тёма, его сюда заносите, дверь закройте. А там мне хоть порядок. Мама, где мама? Где?